Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырып салыстырмалы операторлардың біз тапсырмаларын талдайық. Алдымен сіздер теориядан видео сабақты қарап алғаннан кейін асықпай тапсырмаларға көшеміз. Бірінші тапсырмада бізден нені сұрайды? Сұнылған салыстыру операторларын зерттеп, орындалу нәтижесі жалған болатын нұсқаны тап дейді. Айнымалылардың мәндері x 5-ке тең, y 17-ге тең. Яғни бұл жерде x-тің мәнін қоямыз 5 деп, y-тің мәнін 17 деп қоямыз. Есептейміз, салыстырамыз, қойылған үлкен кіші таңбасы тең белгісі. Осы арқылы салыстырамыз. Енді бұл жерде екінші, үшінші есепті қарайық. X пен 6-ны бір блокқа алған екен. Бұны сіздер жақшаның ішінде тұр деп түсінулеріңіз мүмкін. Негізінде солай болуы керек. Егер бір блокта тұрса, бұл екі мән жақшаға алыну керек. Бірақ бұл жерде екі көбейтіліп тұрған 2-ні, x-ті, 6-ны, 3-еуін бір блокта тұр деп есептелген екен. Жарайды, сіздерде солай есептеңіздер. X-ті мәнін қоямыз, ең алдымен 3-еуінде бір блокта тұр деп ойлап алдымен көбейтуді есептейміз, одан кейін барып қосу амалын. Екіншіде де x пен 2 негізінде жақшаға алынуы керек. Бірақ 3 мәнін x-ті, 2-ні бір блокта тұр деп есептеген екен. Бұл жерде қате кеткен болу керек. Сіздер де солай бір блокта тұр деп есептеп алдымен көбейту амалын дұрыс орындайсыздар. X-тің мәні берілген, Y-тің мәні берілген, екеуі тең дейді. Келесі есепте тағы да 2, X және 2 мәндерін бір блокта тұр деп есептейсіздер де алдымен көбейту амалын орындайсыздар. Мәндерді бергеннен кейін теңдеуді есептеп, қай есебіңізде дұрыс шықпады, қай теңдеу дұрыс емес, сол жалған бір жауабын таңдаймыз. Екінші тапсырмада осы бағдарлама кодын қараңыздар дейді. X-тің қай мәнінде шарттың орындалу нәтижесі ақиқат болады дейді. Бұл жерде сіздерден не сұрап тұр? Дегенде 2 секунд ойлану дейді. Одан кейін шарт басталады. Егер әріп, тоқаш деген сөздің әрпі нешінші тұр деп сұрап тұр. А әрпі сіздерде сөзде нешінші тұр? Соны табу керек болады. Үшінші тапсырмада мында салыстыру операторларын қолданудың мақсаты дейді мысалға. Бұл жерде нені салыстырған кезде қолданып тұр? Жауап тең алма дегенді. Пернетақтадан сіздер енгізген сөз, яғни алма сөзімен салыстырып тұрма, жоқ әлде алма сөзіндегі а әрпі салыстырып тұрма, әлде а әрпінің ұзындығын салыстырып тұрма. Екіншіде мысалға 6-дан үлкен дейді жауаптың ұзындығы. Бұл жерде 6 санымен салыстырып тұрма, сіздер енгізген сан сөздің. Әлде сол сіздер енгізген сөздің өзімен салыстырып тұрма, әріптерін салыстырып тұрма. Үшеуін, үш жауапты, үш нұсқаға таңдайсыздар. Бұл жерде енді қай жерде әріпті сұрап тұр сіздерден, қай жерде ұзындығын сұрап тұр, және қай жерде алма деген сөздің өзін енгізу керек, соны сұрап тұр. Төртінші тапсырмада, бұл жерде енді міне жерде жауаптың ұзындығы дейді. Сөздің ұзындығы 5-тен кіші деп қойған. Негізінде сіздерден сұрамақ болғаны жауаптың ұзындығы 5-ке тең немесе артық деп сұрамақшы болған екен. Кіші таңбасы кетіп қалыпты. Сіздер 5-ке тең сөзді табасыздар. Және де үшінші әрпі ыр болатын сөзді табасыздар дейді. Бұл жерде екі жауапты табу керек болады. Енді бесінші тапсырмада сіздерден осы бағдарламадағы есеп айнымалысының мәнін анықта дейді. Міне қайталау циклі басталды. Есептің мәні 0. Ішкі шарт. Есеп мәні 3-тен артқанша қайталау керек дейді. Яғни есептің мәні қазірше 0, одан кейін 0 болып тұрған кезде ол 10 қадам жылжиды. Есептің мәні 1-ге артады. Салыстырады, есептің мәні 3-тен артты ма, жоқ, онда тағы қайталайды. Есептің мәні 2-ге өзгереді. Келесі келеді, есептің мәні 3-тен артты ма, салыстырады, жоқ, артқан жоқ, онда мына әрекетті қайта қайталайды. Есептің мәні 3-ге артады. Осылай есептің мәні 3-тен артқанша қайталаймыз.
Сонда сіздерде есептің мәні қанша болады деп сұрап тұр. Есептің мәні 3-тен артқаннан кейін, яғни бұл шартымыз тоқтайды. Сонда қай санда тоқталатынын біз табуымыз керек. Осымен тапсырмалардың берілуі түсінікті болса, онда іске сәт. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.